Алла Субхана ва Тағала өзінің кітабын толығымен сақтап тұр, және де сақтап қойған, және де әлі күнге дейін сақтайды деген сөзге біз не істеуіміз керек? Толығымен иман келтіруіміз керек. Bijami'i jawanibihi. Әр тараптан Алла Субхана ва Тағала не істеп тұр? Сақтап тұр. Фи жами ахвалиhi. Қандай да бір хал болмасын, жер төңкеріліп кетсе де, қандай да бір соғыстар болып кетсе де, немесе адамдардың барлығы азғырылып жоқ болып кетсе де, не болады? Алла Субхана ва Тағала Құран кәрімді сақтайды. Ешқашанда оны өзгерте алмайды ешкім. وأن الله أنزله محفوظا من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. Алла Субхана ва Тағала осы Құранды түсірген кезде толығымен сақталған күйде түсірді. Және де болашақта да минат тахриф өзгертуден сақталған, ва табдил ауыстырудан сақталған, ва зиядати ва нұқсан, және де Құранға біреу қосымша бір нәрсе қоса алмайды, ва нұқсан, және Құранның несінен біреу бір әріптерді алып қоя алмайды. Әлемде әлі ешкімнің шамасы келмеген ол нәрсеге. Ва аннаху ла яътихил батилу мин байни ядайхи. Және де Құранға кәрімге ешқашанда батил, яғни батил дегеніміз не? Бүлік ешқашанда кірмейді. Вала мин халфихи иля яумиддин. Және де алдынан да, артынан да, жан жағынан да бүлік кірмейді. Иля яумиддин, қиямет күніне дейін. Осы нәрсеге біз мұсылман адам не істеу керек? Толығымен иман келтіру керек.